шықсыншы деп жазыпты. Дос бол, оңай. Айко Тарас деп, Тарастан сәлем деп жазған екен. Сәлем. Алматыдан сәлем, мен Алматыда тұрамын. Нази Азатбаева Асмр түсіруді видеосына қашан кіріп келдіңіз және оның себебі неде депті. Видеоны, Асмр видеоны көп болды көріп жүргеніме, бір 4 жылдан мүмкін асқан шығар, мүмкін одан көп ойландым. Негізі түсірер алдын қалай қызық, бір ыңғайсыз бола ма екен, ондай видеоларды адамдар көреді ма, бір түрлі емес па деген сияқты ойлар болды. Бірақ қазір сіздердің комментарияларыңызды қарап, күннен күнге подписчик жиналып жатқанын, маған тіркелушілердің көбейіп жатқанын көріп, ұялмай ары қаратай түсіре беруді шештім. Сондай бір қызық сезім. Так, Жансая Абдрашид қызы. Так, арасын ұзатпай жалғасын күтеміз деген екен. Рахмет. Тырысып жатырмын видео түсіруге, кейде үлгермеймін. Абайқұл аяулым, қай жылғысыз әпке дейді. Қай жылғы екенімді айтқым келмейді, бірақ кішкене үлкендеу жасым. Кішкентай қыз емеспін, 18-ден асып кетті жасым. Айко Тарас, сұрақ сіздің руыңыз дейді. Менің руым ұлы жүз, дулат, руға бөлінбейік деп банальный нәрсе айтады дейді. Негізінде солай. Қай қаладансыз? Алматы қаласынанмын. Оқисыз ба депті. Жоқ, оқымаймын. Мектепті бітіріп тастадым. Басқа оқу орындарында уже бітірдім. Егер Қазақстанда бір нәрсені өзгертіп жібер десе, нені өзгертер едіңіз дейді. Мен расымды айтсам, нені өзгертер едім? Орамалдағы қыздарға басқа да мемлекеттік жұмыстарда жұмыс істеуге рұқсат берер едім. Ондай көп емес қой, сол себепті маған кішкене қиын. Мемлекеттік жұмысқа тұрақты орын алу деп па, солай ойлаймын енді. Сондай видео. Осындай сіздердің сұрақтарыңыз бар екен. Басқа видеоды көріп, басқа комментарий оқып көрсек те болады. Так, ең алғашқы видеомның комментарийсін оқиық. Осындай сетім ұстамай жатыр, білмеймін неге екен. Басқа комментарийларды оқып көрейін десем, уыстады. Керемет, тамаша, ары қарай күтеміз видео деп Айко Тарас жазған екен. Ең алғашқы видеома. Сіздерді бастан-бастап көріп жатқандарыңызға өте қуаныштымын. Ақерке Шик или H1K қазақша Асмр өте аз іздеп әрең таптым. Жалғастыра беріңіз, подписчиктеріңіз көп болсын деп жазған екен. Үлкен рахмет. Жаттық. Асмр болған соң арасында қол дыбыстарын, кисточкамен триггерлер жасаған дұрыс деп ойлаймын. Как будто МК по макияжу сияқты дейді. Мастер-класс по макияжу сияқты. Мүмкін солай шығар. Мүмкін осындай дыбыстар керек шығар. Менің микрофоным ондай
жазбайтындықтан кішкене қиындау. Басқа микрофон алған кезде әрбір триггерді түсіруге болады деп ойлаймын. Менде қазақша асмыр көп қараймын, тоқтап қалмай түсіре беріңіз деп жазған екен. Шумбасанды да қоспасаңызшы дейді. Былай да даусы күшті шықты. Мен үйде жалғыз емеспін. Сөйтіп бәрі қазір қонаққа ауызашарға кеткен. Сол уақытта түсіріп үлгерейін деген, бірақ олар уже кеп қойды. Сол үшін қазір осындай қылып түсіріп жатырмын. Сол сіздерге рахмет. Мынандай бір печенька жейік. Армандар картасын алдым. Кеше бастадым жасап. Бұйыртса бүгін бітіп, уже дайын түрін сіздерге көрсететін деген ойдам. Мүмкін кішкене видео қосам, қалай жасағанымды, кейбір моменттерін жасағанды дайын карта просто жабыстырып жазып қою керек болған. Сол вот. Видеомды көргендеріңізге көп рахмет. Келесі видеоға мүмкін идея айтсаңыздар, комментарийді оқып, сол бойынша идея қарап, сол арқылы видео жазсам